Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Елімізде көп балалы аналарға төленетін жәрдемақы ұлғаяды. Бұл туралы Қара еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Оспанов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтты. Алтын алқа және күміс алқамен марапатталған көп балалы аналардың мәртебесі үшін төленетін жәрдемақы өмір бойы ай сайын төленеді. Бүгінгі таңда бұл жәрдемақыны 230 мыңнан астам ана алып отыр. Ол үшін республикалық бюджеттен 60 миллиард теңгеден артық қаражат қаралған. Осы жылдың 1 шілдесінен бастап әлеуметтік кодекспен марапатталған аналар ұғымы енгізіліп отыр. Бұл мәртебе көп балалы аналардың еңбегін құрметтеу және мойындау ретінде өмір бойы күміс алқа, алтын алқа, батыр ана, ана даңқы ордендерімен марапатталған әйелдерге беріледі, деді Оспанов. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.